Армысыздар, қымбатты достар. Егер дәл осы видеоны көріп отырсаңыз, онда сіз өте бақытты жансыз, себебі сіз қазір Нұрлы жер бағдарламасын от А до Я деген видеосын көресіз. Яғни Нұрлы жердің бүкіл мәселелерін осы бір ғана видеороликте айтатын боламыз. Егер де сіз кезекте тұрсаңыз, үйге мұқтаж жан ретінде белгілі бір категорияларға кірсеңіз, осы видеоны көру арқылы сіз өзіңізді мазалап жүрген, ойыңызда жүрген, түні бойы сізге ұйқы бермей жүрген бүкіл сұрақтарға жауабын табатын боласыздар. Сіздер үшін еңбектендім, сіздер үшін жұмыс жасадым. Мынандай техпорядокты ашып, оқып, бәрін зерттеп, 2 күн бойы соны оқыдым. Енді сіздерге осын арнап отырмын. Өтініш кезекте тұрған таныс, бауыр, дос, жақындарыңыз болса, бәріне жіберіңіздер. Мақсатпен үлкен қадамдарға, баспанаға. Енді қараңыздар достар, түсінікті болу үшін Нұрлы жер мемлекеттік бағдарламасы 2020-2025 жылдарға арналған 3 тармақтан тұрады. Кредитный жүйе, яғни Нұрлы жер осы конкурс арқылы болатын несиелік тұрғын үй деп аталады. Одан кейін шаңырақ, одан кейін яғни бақытты отбасы. Қазір біз дәл сол бір бағыты кредитный жүйе несиелік тұрғын үй бойынша сіздермен ақылдасып сөйлесетін боламыз. Жаттап алыңыздар немесе жазып алыңыздар, таратыңыздар. Енді қараңыздар, кімдер Нұрлы жердің кредитный жүйе бағытына несиелік тұрғын үйге қатыса алады? Ең бірінші кезекте тұрған жандар, қымбатты достар, әкімдікте тұрғын үйге мұқтаж ретінде кезекте тұрған жандар. Яғни белгілі бір категория бойынша 12 категория бар. Сол 12 категорияны дәл осы YouTube каналымдағы, Мақсатпен YouTube каналымдағы өзімнің осы видеоның астында описанияда міндетті түрде сіздерге қалдырам, соны көріп оқып алыңыздар. Одан кейін кезекке қалай тұрады? Осы сұрақ көбісін, яғни толғандыру мүмкін. Қалай кезекке тұрамыз? Ол қалай сүгізде деп? Біз ауылдық жерде тұрамыз. Бізде сон жоқ қой. Не істейміз? Қайқа барамыз деп халық шулап отырады. Қараңыздар, тыңдап алыңыздар. Егер сіз ауылдық жерде тұрсаңыз, шалғай жерде тұрсаңыз, сізде әкімдік, сон немесе кез келген жилфонд бар болса, яғни барып кезекке тұра бересіз. Ең болмаған жағдайда әкімдік бар ғой, енді әкімдікке барасыздар да кезекке барып тұрасыздар. Район орталығына барасыздар қажет болса. Қалада болсаңыз, сонға барсаңыздар болады, жилфондқа барсаңыздар болады, немесе үйден отырып, YouGov.kz сайты арқылы өзіңіз үйден өтінім бересіздер. Белгілі 10-15 күн ішінде сіздерге кезекке тұрдыңыз деген, яғни мақұлдама келеді. Енді бәріміз білдік қой, яғни кімдер қатыса алатын? Енді ары қарай кеттік. Қатысу үшін не қажет? Мысалы былай болмайды да, мен Таразда тұрам да, мысалы кезекте тұрмын деп қойға, мен Таразда тұрмын, мен Нұр-Сұлтанға көшіп барам да, сол Нұрлы жеріне қатысып кетемін де, ондай болмайды. Мен қатысу үшін міндетті түрде сол қалада кезекте 2 жыл тұрым керекпін. Сол қаланың жилфондында, әкімдігінде, кезегінде кем дегенде 2 жыл тұрым қажетпін. Одан кейін қатысатын адам атында міндетті түрде баспана болмау қажет. Дұрыс қой достар? Баспанасы бар адам қалай тұрғын үйге мұқтаж ретінде тұрады, дұрыс па? Яғни атында үй болмауы тиіс. 3-7 ПМ-нен табысы жан басына шаққанда аспау керек. 3-7 ПМ дегеніміз прожиточный минимум. Прожиточный минимум Қазақстанда жыл сайын ауысып отырады. 2020-ға бір прожиточный минимум. Сіз егер бұны 2021-2022-де көріп отырсаңыздар, ол кезде уже прожиточный минимум басқа. Жан басына шаққан кезде. Мысалға, сіздің отбасыңызда өзіңіз, күйеуіңіз және 2 балаңыз бар болса, әр адам басына 3-7 ПМ-нан. Бүгінгі таңда Нұр-Сұлтан қаласы бойынша, жалпы Қазақстан бойынша 2021 жылға ПМ 3-7 дегеніміз 126 мың теңге. Яғни 126 мың теңге. Қымбатты достар, бұл биылға 2021 жылға. Келесі жылға ол тағы да өзгеретін болады. 126 мың сіз, 126 мың жұбайыңыз, 126 мың 2 балаңыз. Ортақ сома қосылады. Осы ортақ соманы қосқан кезде отбасылық табыс осыдан аспау керек. Яғни балаларыңыз мысалы біреуі 2-ші класста, біреуі 5-ші класста дейік. Әйеліңіз екеуіңіздің ортақ табысыңыз осы төртеуіңізді 126-ны 4-ке көбейткен кезде осы табыстан аспауы тиіс. Бір шетінен де логика бар, достар. Келсекші, енді әрине қазір мені көбісі ұнатпай, неге олай айтып отырсың, қалай күн көріс деген бір мәселе туындауы мүмкін. Бірақ шынында да баспана мұқтаж жанға бұйыру керек қой. Мұқтаж жанға бұйыру керек. Отбасында 126 мыңнан 4 адамға 126 мыңнан асып кететін адам, енді әрине, енді бұл көптеген адамдар келіспеуі мүмкін. Бұл жасалған дүниелер ең біріншіден шынайы мұқтаж адамдар үй алсыншы деп жасалынып отыр. Сондықтан осыны ескере кетсеңіздер жөн болады. Міне 3-7 ПМ. Одан кейін минимальный первоначальный взнос. ЖСБК-да міндетті түрде сіздерде депозит болу қажет. Тұрғын үй құрылыс жинақ банкінде, айып етпеңіздер, отбасы банкінде міндетті түрде сіздерде депозиттарыңыз болу қажет.
20% минималды үйдің бағасынан сіздің сол депозиттарыңызда ақша болу керек. Үйдің бағасы 10 миллион болса, алайын деп отқан бір бөлмелі сізде депозитті кемінде 2 миллион теңгелеріңіз болу шарт. Ары қарай өту үшін не маңызды? Ой, осы сұрақ шынымды айтсам, көпшілік өзінше былай өзара анау айтады ғой бағанағы Самарқанд су басыпты деген естіп пе едіңіздер? Самаурынды су алыпты деген естіп қалған бір кісі бағана көршілеріне барып айтқан екен да, Самарқанд су алып отыр деп. Сол сақтай бұл мәселені елдердің арасында аңыз жүр ғой, аңыз. Ойбай, опы 16-тан асу керек, опы 25, 30, 40-қа жету керек екен. О жерде білесің ба, бағанағы срок маңызды екен, 3 жылдан асу керек, нұрлы жерге қатысу керек. Жоқ достар, срок пен опының маңыздылығы бар, бірақ аса емес. Бұл жерде сіз үшін вознаграждение маңызды. Вознаграждение дегеніміз не? Сыйақы, яғни банктың беретін жылдық 2%. Сыйлықақы емес, банк, яғни тұрғын үй құрылыс жинақ банкі 2% бермей ма? Қосымша мемлекет тарапынан жылдың соңында 20% береді. Бұл жерде тек қана сол 2%-ді санаймыз, достар. 2% вознаграждение, сыйлықақы, стоп, no. Енді қараңыздар, міне, наглядный пример сіздерге, сіз жылдың басында қаңтар айында келдіңізді, шотыңызға 500 мың теңге салдыңыз делік. Жылдық сыйақы, сыйлықақы емес, 2%, яғни бір жыл бойы 500 мың теңге сіздің шотыңызда жататын болса, бір жылдың ішінде сізге 10 мың теңге вознаграждение береді. Сыйақы, вознаграждение. Енді тек қана, міне көрдіңіздер ме, мен жазып қойдым, тек қана балға бал. Нұрлы жерде сіздерге конкурста айтады ғой, кімнің балы жоғары, сол өтеді дейді. Балға тек қана осы 2% саналады. Қазір оны түсіндірем қалай санау керек екенін. Енді қараңыздар, 500 мың плюс госпремия, тағы да жазып қойдым да, чтобы ел түсінсін. Нет. 500 мың плюс вознаграждение, да. 500 мың госпремия, нет. 500 мың госпремия, нет. Енді, вообще өзіңіздің вознаграждениеңіз қаяқтан көрсеңіз болады. Жеке кабинет, ЖСБ 24, мүмкін болашақта отбасы 24 деп өзгеретін шығар аты. Соған кіресіздер да, яғни арнайы Play Market'тен жазып аласыз, соған кіріп, өзіңіздің вознаграждение дегенді көресіз. Ол жақта 2 столбец тұрады, былай 2, біреуінде вознаграждение деп жазылып тұрады, астында госпремия деп тұрады. Госпремия деген санамайсыз, тек қана вознаграждениені санайсыз. Яғни сіз оны қалай санайсыз, достар? Қараңыздар. 12 ай бойы жинадыңыз делік, сізде мыняқта 1000 деп қойыпты, бұл жерде 1000 емес, менің қымбатты әріптестерім жазған болатын. Бұл жақта бағана әріптестерім көмектескен ғой. Бұл жерде 10 мың вознаграждение деп айтты. Яғни сіз бір жылдың ішінде 10 мың вознаграждение жинадыңыз. Енді формуласы, балды қалай санаймыз? Балды қалай санаудың формуласы. Нұрлы жерде айтып отады ғой. Кімнің балы көп, сол өтеді. Менде мынанша бал бар, менде мынанша бал бар деп. Енді бағана біз жеке кабинетімізге кіріп, өзімізде қанша вознаграждение бар екенін көрдік қой. Дұрыс па? Мысал, бізде 500 мыңға 2%, 10 мың вознаграждение жылына жиналды. Яғни, осы 10 мың вознаграждениені, өздеріңізде жиналған вознаграждениені, міне 10 мың болсын, 15 мың болсын, біреуіңізде қазір 30 мың, 50 мың, өзіңізде тұрған вознаграждениені 2-ке бөліңіз. Өзіңізде тұрған вознаграждениені 2-ке бөлдіңіз. Біздің мысалда ол 5 мың, яғни 5 мың вознаграждение. Енді сіз шотты ашқаныңызға қанша ай өтті? Біз айттық, шотты январда аштық, бұл жылдың соңына, яғни 12 ай өтті. Сіздің шотыңызға 20 ай өтуі мүмкін, 36 ай, 40 ай өтуі мүмкін. Сол айды, яғни қанша ай сіз шотыңызда ақша жинадыңыз, соны 10-ға көбейтіңіз. 10-ға көбейттік, біздің мысалда 10 мыңды 2-ке бөлдік 5 мың, 12 ай, яғни 12 ай бойы, 1 жыл бойы шотымызда ақша жатқаннан кейін, оны 10-ға көбейттік 120. 5 мың плюс 120, яғни 10 мың 2-ке бөлдік 5 мың шықты ғой. 5 мың плюс 120, 12 ай көбейтілген 10, 5 мың 120 шықты. Қымбатты достар, біздің нұрлы жерге қатысатын балымыз 5 мың 120. Енді 100% бұл формула келеді деп айтамайым. Негізі нақты келетін формула бар, бірақ оны мен қазір жазатын болсам, негізі айтады ғой, халыққа ақпаратты беретін болсаң, 12 жасар, яғни 12 жасар баланың тілінде 12 жасар баланың ақпаратында бер дейді. Массаға беру үшін, халықтың бәрі түсіну үшін, дұрыс па? Мен де өзім кейбір кезде бір нәрселерді түсінбей қалам да, неғып қиындатып жүрді деп айтып қалам. Сондай кезде осылай жетімді оңай тілде берсе ғой, міне көрдіңіздер ма? 5 мың плюс 120 сізде, яғни 500 мыңда плюс 2%, яғни бір жыл бойы 10 мың жинадыңыз, сізде 5120. Түсіндік қой қалай вознаграждение санау керек екенін. Егер түсініксіз бір жер болса, бір өзіңіз тоқтатып алыңыз да қайтып көріп шығыңыз. Енді достар, өте маңызды сәт. Бұл сәтті ешкім айтпаған сіздерге. Қараңыздар,
Конкурс. Сізде мысалы 5120 балл жинадыңыз, мына бәріне келісіп тұрсыз. Енді конкурс қаяқта өтеді? Баспана.kz сайтында. Баспана.kz сайтының негізі логин, пароль қандай, оған қалай кіремін деп көптеген халық сұрастырып жүреді. Достар, Баспана.kz сайтының логин паролі сіздің ЖСБ24, яғни жеке кабинетіңізге логин парольмен бірдей. Міне, логин пароль екеуінікі бірдей. Енді конкурс қандай этаптардан тұрады? Өте маңызды сұрақ. Ең бірінші дауыс беру, яғни голосование дейді, конкурс, таңдау. Баспана.kz сайтына кірдіңіз, сіз өзіңізге пәтер таңдадыңыз, депозитіңізді таңдадыңыз, пәтер таңдайсыз, осы пәтерді мен алам деп таңдайсыз. Сіз таңдайсыз, өзге адамдар таңдайды, яғни белгілі бір уақыт беріледі, барлық адамдар таңдап алу үшін. Ол бағанағы конкурс жүргізіліп отырған район, Нұр-Сұлтан болсын, Алматы болсын, Шымкент болсын, Тараз болсын, өздері жасады. Осы уақыттан осы уақытқа дейін сіздер пәтер таңдай аласыздар деп. Одан кейін квалификация, төлем қабілеттілігін тексеру. Нұрлы жерде тексеру керек қой, сіз төлем қабілеттілігіңіз бар ма? Жоқ па, төлей аласыз ба, төлей алмайсыз ба, нагрузка отбасылық қандай, мүмкін созаемщик керек сақтай дегенде. Төлем қабілеттілігін растауға да өзі белгілі бір уақыт беріледі. Яғни сіз өттіңіз, қуанып, смс келеді ғой сізге нұрлы жерден өткеннен. смс келді, қуанып банкке барасыздар, бүкіл құжаттар тапсырып, белгілі бір уақыт береді, соның ішінде төлем қабілеттілігін растап аласыз. Төлем қабілеттілігін растағаннан сіздерге де құжат береді, яғни төлем қабілеттілігі расталды деген. Одан кейін барлық адамдар бағанағы сіздермен бірге пулдан өткен, конкурстан өткен, бәріңіз топырлап, бәріңіз өтесіздер төлем қабілеттілігін. Әрмен қарай пәтер таңдау болады. Яғни бәріңіз таблица предпочтений деген толтырасыздар. Баспана.kz-ге кіресіздер, пәтер таңдайсыздар, этажын таңдап отырасыздар. Ол жел кейінірек бір видео түсіріп берем, этажын таңдайсыздар. Бағана қандай кісілер болады, шында да бір таң қалған бір кісі бүйтеді ғой, мақсат, мен андай нумерология қызығам, мен пәтерім жиынтық саны қанша дейді, 7 болу керек дейді. Ол қалай сөзде десем, мысалы мен пәтерім номер 43 болады, 4 плюс 3 сөзде 7 дейді. Маған сондай пәтер керек деп, сондай сықтай. Не бір кісілер болады да, немесе мен алатын пәтерімнің этажы 7-ші, 8-ші пәтер этаж болу керек, қабат болу керек деп. Көп айтыр, қызық ол. Пәтер таңдау болғаннан кейін пәтер бөлу болады, яғни барлықтарыңызға пәтер бөлінеді араларыңызда, яғни міндетті түрде мен таңдаған пәтер маған түседі деген не жоқ, яғни ол сізге де түсуі мүмкін, сізге де түспеуі мүмкін, қазір оны алда айтып өтемін. Одан пәтер болу, список жібереді банк, застройщик үйді акиматқа өткізеді. Көп адамдар айтып отады, мақсат, біз пәтер таңдап қойдық қой, болды ғой, біз енді қашан үйді аламыз деп отады. Мен айтайын сіздерге, застройщик үйді соққан, мердігер компания, үйді бүкіл стандарттарына сай деп акиматқа өткізу керек. Акимат оны қабылдап болады. Егер су, отопление, свет, қандай да бір коммуникация жүргізілмесе, акимат айтады, сен тұра тұр, мынауыңды бітір, немесе детский площадканы бітір, немесе газонды жүргізіп бітір толықтай, мен сенен содан кейін қабылдаймын дейді. Сол арада кішкене уақыт созылып кетуі мүмкін, оны түсінбейді көптеген халықша деп. Дұрыс, енді сіздерді де түсінемін, баспанаға асығыстық бар, бірақ енді мықты да түсінуге болады да, акимат үйді таза қылып қабылдағысы келеді. Одан кейін пул мақұлданады. Одан пул мақұлданғаннан кейін, үй қабылданғаннан кейін барлықтарыңызды шақырып, ДКП жасаса, договор купли-продажи. Договор купли-продаж жасап, жилфондпен жасасыздар. Жилфондпен договор купли-продаж жасап біткеннен кейін ақшаны аударады да барлықтарыңызға үйлеріңіздің кілттерін береді, достар. Енді қараңыздар, кезекте тұрмағандар қандай жағдайда қатыса алады? Егер МИО осы кезекте тұрғандардың арасында конкурс болса, пәтер, тұрғын үй кешені аса бір спросқа ие болмаса, ешкім алмай бәрі бас тартатын болса, келесі конкурс кезекте тұрмаған жандардың арасында ойнатылатын болады. Тағы да основной резервтік тізім деген болады, қымбатты достар. Основной тізім деген, сіз основной списоктасыз деп жазылып тұрады, яғни негізгі тізімдесіздер, ол өткен жандардың тізімі. Бір кісілер болады, резервке түсіп кетеді. Менің практикамда резервте ең астында тұрып, кейін соңында нұрлы жер бойынша өтіп кеткен жандар бар. Өте көп адамдар. Сондықтан резервтік списокке түсіп қалсаңыздар, бірден көңіл күйлеріңіз түсіріп, біз өтпей қалдық, үй бізге бұйырмады деудің қажеті жоқ. Бұйырған кетпейді, қашпайды. Резервте тұрсаңыздар, яғни жақын тұрсаңыздар, міндетті түрде қашу ол іс-әрекет емес. Шамал күтіп көріңіздер. Так. Тағы да бір айта кететін жайт, бағанақ пәтер таңдау барысында, өте керемет мен жазып қойыппын.
былай болады. Таблица предпочтений деген толтырасыздар дедім, айта кетейінші осыны. Таблица предпочтений кезінде бағана кісілер айттым ғой, бағана 7 түссін деп отады, біреу 8 түссін деп отады. Кімге 7-ші этаж түседі, кімге 8-ші этаж түседі. Кімнің балы үлкен? Мысалы, мақсаттың балы 90 мың, конкурсқа қатысып отқандардың арасында менде ең үлкен балы, мен кез келген пәтерді, кез келген нумерациямен таңдай аламын. Бүкіл бағана қатысушылардың арасында мен жеңіп шығам. Себебі менде бал жоғары. Ал кімде бал ең аз, ол кісі енді амал жоқ қалған пәтерді алады. Кімнің балы жоғары, яғни таблица предпочтенияда приоритет сол кісіде болады. Одан кейін қымбатты достар, егер сізде бірнеше депозит бар болса, сіздің бір-ақ депозитіңіз қатыса алады. Бәрін объединять етіп қатыстырсаңыз болады, немесе бір-ақ депозитпен қатыссаңыз болады. Бірнеше депозитіңізді нұрлы жерде қатыстыра алмайсыз. Егер сіз квалификациядан төлем қабілеттілігін растаудан өтпесеңіз, немесе сіз қандай да бір жағдаймен өтпей қалдыңыз дейікші, резервтік списокке өтіп кеттіңіз, резервтік список емес, квалификациядан өтпей қалдыңыз, қандай да бір жағдаймен төлем қабілеттілігін растай алмай қалдыңыз, ондай жағдайда сізде прямой выкуп деген мүмкіндік бар. Яғни сіз келесіз да айтасыз, қыздар, жігіттер, банк, мен түсінемін, мен квалификациядан өтпедім, бірақ үлкен өтініш, мен үйді былай прямой сатып ала салайыншы, бүкіл ақшасын құйып. Все, келістік. Яғни екі ортада шарт жасалады, прямой выкуппен клиент сатып алатын болады. Одан кейін кімнің балы көп, соған пәтер таблица предпочтений. Яғни бағана айтып өттім, яғни тең балдар, бұл жөнінде айтып өттім. Таблица предпочтенийді кейбір адамдар толтырмаған кісілер болады. Мен практикамда ондай кісілер өте көп болған. Бағана айтып отырмын, осы уақытқа дейін, дәл қазірге дейін көптеген адамдарға нұрлы жер бойынша бағыт беріп жүрмін. Көбісі айтады, таблица предпочтений толтырамай қалдық мақсат дейді. Мен айтамын, еш уайымдамаңыздар. Енді еш уайымдамаңыздар жақсы мәселе емес енді. Енді толтыра алмаса не істейді? Көбісі ойлайды, бітті, біз өтпей қалдық екен. Бітті, құладық өтіп тұрған жерден деп. Жоқ, таблица предпочтений толтырамай қалдыңыздар ма? Яғни сіздерге пәтер автоматты түрде бөлініп кететін болады. Сол қымбатты достар. Жалпы қазір бір қарап шығайық, бүкіл ақпаратты айттым, бүкіл ақпаратты сіздерге жеткіздім. Нұрлы жер бойынша сіздер енді өте біліктісіздер, өте білімдісіздер, бүкіл ақпаратты білесіздер, қымбатты достар.